қанатта, мына жақта оң қанатта, сыртта қаншама. Енді Наурыз ерекше тойланып жатыр. Бізде келдік. Рената, Рамин. Осы халықтың ортасында, осы ауданның әкімі мына Ләззат әпке Әуесханына қобалжып, толқып, бісміллә, бісміллә деп. Өткенде екі жүйріктің үстінде бар жылдамдығымен рекорд қоятын жігіттер қыздар әне анда аттарын сайлап дайын тұр. Шабандоз батыр жігіті деп тіркелген болатын. Енді бүгін әне комиссия тұр. Еркіндіктің символы білесіздер ғой. Еркіндіктің символы. 4, 5, бастаңыздар. Ал бисмилля, Алла жары болсын. Жасызақ Ернар Халымы жаныды әлемдік рекорд орнатуды бастады. Күе бол қазақ, күе бол Алаш. Бисмилля. Міне еркін самғақ Ернар Халымы жаныды Айғасқа тұлпармен Алла жары болсын. Қошемет қайда айқай жоқ. Мені қазақтың рухы, мені қазақтың жігіті. Жасызақ Ернар Халымы. Міне 500 метрді ешқандай тұлпар сүрінбестен, шабандоз жығылмастан Алланың қалауымен жәрдемімен Алаштың ұлы, қазақтың ұлы, жай ғана ұлы емес, аттың жалын, ат құлағында ойнаған аттың жалы атамның қолында өскен мықты жігіті, рухты жігіті. Бүгін ұлыстың ұлы күнінде Жетісу ауданында екінші рет әлемдік Гиннес рекордтар кітабына енгелі тұр. Қошемет қайда қазағым? Жасызақ Ернар Халымы жаныды Айғасқа. Ернар, сен батырсың. Сені туған анаңа рахмет, атаңа рахмет. Ей, қазақтың баласысың сен. Міне астындағы тұлпары қазақтың атын шығарған Айғасқа. Үстіндегі шабандоз Ернар Халымы жаныды қазақтың баласы. Ай, тамаша, жібері ақ қоймасын. Сен батырса, ортада қазақтың шабандоз ұл қыздары, азат күннің жұлдыздары. Алматы қаласы Жетісу ауданының құрметіне қошемет қайда? Міне құрмет ағайын Наурыз, міне ұлыстың ұлы, міне Алматы қаласы Жетісуда бұрын соңды болмаған ерекше мереке болды. Қандай тамаша. Құрмет ағайындар, қаласы Жетісу ауданына тағы да әкімшілікке, әкімдігіне бір зор алғысымызды білдіреміз. Сондықтан да бүгін тарихи сәт Алматы қаласында Жетісу ауданында әлемдік рекорд тіркеліп жатыр. Сондықтан да құрметті ағайындар, Алматы қаласының Жетісу ауданының әкімі Ләззат Әуесхан қызын құрметпен ортаға шақырамыз. Ұлы сон болсын. Ladies and gentlemen, the World Book of Records for Asia and Africa, letter of congratulations, the representative of the Akimat of Jitsu district, on behalf of GBR, Global Best of Records, the World Book of Records for Asia and Africa, please accept of Scienceers congratulations of the Ashes of the University of Давай.
35,70 секунд. 35 километров 70 тысячных секунд. Бұл жаңа дүниежүзілік рекорд. Бұған дейін бұндай рекорд жасалынбаған және де бірінші рет дүниежүзілік рекордтарда осындай экстремалдық рекордты тіркеп отыр. Алла сотқан құтты болсын. Құрметті ағайындар, Зайданина Динара бейбіт қызына, батыр қызымызға қол соғып қошеметтеп қояйықшы. Мал басқан шұбаларын шаңын басқан осы аттың жаны адамның қолында үстіпесе, құрметті ағайындар, көші-қонда әрине түйе дейтін жануардың орны ерекше, ең қадірлісі ойсыл. Ал етім пісті. Бірақ мен екі қойын атайын деп жатырмыз ғой. Бешбармаққа деп ет салдық, соның етінің шетінен алып көжеге. Бірінші қарағандың еті пісіп, жас мал болғаннан кейін. Сол қарағандың еттерін алып, қазір енді көжеге турап жатырмын. Наурыз көжемізді жинаймыз қазір енді. Қазір бәрін бөлек-бөлек қайнаттым ғой. Қазір енді сорпаға салып бір қайнатам. Дәндерімізге, дақылдарымызға жаңағы сорпаның дәмі сіңсін деп, ет дәмсіз болып қалмасын деп әдейі бұған не қоспадым, су қоспадым. Міндетті түрде қолымды күйдірем ше. Ебей, нақазым сәлі уже жыртылайын деп отыр ғой. Бісміллә көтік. Ал бісміллә. Осы қазынымды алайын. Майсыз жері керек маған. Кейінірек келетін кісілерге ана көжені кейінірек саламыз. Ал қазіргі үйдегі бар кісілерге күттірмей көже беріп қоя салайын деп жатырмын. Ішіп, жеп, етке дейін асқазандарын босатып отырсын. Үйдегі кісілерге көже бере берейік күттірмей. Анда қазының иісі дейді. Керемет қой. Майын қанша жесем де жүрекке тимейді ғой еще. Істалғаннан кейін ба. Қыздар кім май жақсы көреді? Кел Айбар. Майлы күшті жерін аттым. Кім істалған қазаны ауыстыңыздар, кеңіздер. Балдар, кеңдер міні. Қыздарға беш. Наурыз көжеге дейін сақтадың болсын. Жесіндер ма, тағы кесіп берейін ба? Әй, жетет құрсын. Ал, бісміллә, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Шаңырағымызда тек қана шаттық. Қонақтарымыздың көңілінен шықсын. Бәр қазақ тоқ болсын. Ал, бісміллә, етімізден бастап жатырмыз. Жүгері. Бісміллә. Екінші бізде бидай. Жаңағы ет маған аз болып көрінді. Сондықтан да тағы ет қосайын деп жатырмын. Майын қоспайын. Қайнатылған құрт. Мынау қатық кәдімгі. Баяғыда апаларымыз. Баяғыда апаларымыз. Бет жіберіп. Бете салатын еді ғой. Oldu ма? Кеспе. Нанымыз көп болсын. Қышқыл әдемі сияқты. Әкеңдер, шөм-шөмген. Ыдыс әкеңдерші, кесе. Күт-күт берем, тұзын көріңдерші. Мәссаған, қыздар, айтыңмен деп. Күштігіл әкепті. Рахмет. Біздің на бұрышқа отыр, на шықпи отыра берейік майна. Және көшіп жа берейін сендерге. 나와라 나와라
gölüyle gündüz yürüdüm dörüyle şaşılan arasında şükürüm dörüyle şaptanın şeyden beriyle Sımdımın yedi sabahla Samardan yedi donlarla Namrızayım Ром, кола не сұрап деп шықсың бля, түркімен үйін берселер көрін бермейді дейді соғышы қонақпен қонақ болып тұрады ғой всегда ше. Қашан айтады дегенде ол Айтыңдар алды, міне сіздіңші тынбайды осының өзі бір мысал адамды еңбек шыңдайды жүз жақсыны бір жаман арам болса былғайды тасқа да түссе сынбайды екі бұлбұл сайрамас бір бұтақтың басындай бір бүгін бар дүние ертең жоқ тасынба көңілем тасынба адамдар бір-біріне қонақ екен бұлбұлы мүмкініме татиды осы отырған бір күнім құлпырған қызғалдақтай қайнар қар жаумай таза нұрмай солады екен бір күн ау серінің серілігі елде қалар аққудың арман әлей көлде қалар бір күн ау мүмкініме татиды осы отырған бір күнім ассалаумағалейкум қайсыздар мереке құтты болсын айт құтты болсын қалайсыздар жақсыздар ма аман есен кеше гаптен кейін жатырқап қалған жоқсыздар ма мен баяғы нұржанмын ғой Кәсі жатырғап қалыпсыз, қалайсыз ағай, сәлеметсіз ба? Қай жылғы боласыз? сендерден үлкенмін біраз Мына жаққа келіңіз Роман орнына. Бұлардан емес, айттан ет болады біздіңші. Оразада кеп айтта келмей қалған. барынша жеткен түрім осы бұл енді шаңырақ аллаға шүкір сендер ендіге бастырға бұл қая Енді кеп жатыр. біздің кәдімгі өзіміздің бір шаңырақ болып қалды аллаға шүкір бір бүйіріміз бұрып тұрады Әл-Фарабиден өтсек ана қара шаңыраққа сәлем бермей кеткенде ішімізден жаман боламыз обязательно бір сәлем беріп кететіміз ғой ассалаумағалейкум Ана ауылдан шыққан кезде сол сияқты маған кеп тыйдаса кетеді вообще. Сізді алыстан Bir minut tastamaymın qasımdan bir sekund salmadım екі сағатта 3 сағат жоқ кетеді балықты анау тауықты ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух қалайсың эмоциясына қарағандар дұрыс негізі мафия біреу ма екеу ма бетіміз қалай жабы мынаны не үшін жатырмыз бетіміз немен жабы арамызда 3 мафия бар 3 мафия бір доктор бар давайте ұйықтайықшы көзіміз жабамыз басымызды төмен түсіреміз төмен түсіреміз бәріміз
Просыпается доктор. Окей, спит доктор. Просыпается народ. Ал енді кім мафия? достар бүйтейік бірінші мафияны ойна шарпыспай Читай, реакция да сработала. мен сізден барлықтан құтқарып беремін Біз өмірге жолдайды дейді ғой. Сен бұл жақтан бір леп келгендей болды. Анық, екі мафия. Айка, жоқ. Просыпается доктор. Доктор лечит. Доктор лечит. Доктор лечит. Өзі мафия болмаса, бағана біреуге бүйтіп шабатын еді. Анель өзі мафия болғаннан Ол да мен сияқты. Мафия убирает. Мафия выбирает. сыйластығымыз үзілмесін бауырлардың басын қосу бір-бірін біріктіру жиналып тұрып дүниеде қуып кете берсең ше дүние жетпейді ол өйткені етінде қылыш кеспеген неше түрлі ерлер өткен шыр етіп сәби келіп өмірге ажал кетіп олда өткен алла сүйген мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ода өткен дүниенің қызығына тоймаған өлмес байлар барлығы қайда кетеді сондықтан да ол дүниеге ешкім тоймайды қалай келдік дымсыз кетеміз сондықтан да бүгінгі күнмен өмір сүру керек қазір бар ма ішіп жеп жақсы өмір сүр қасындағыларға көмектес бауыр бол бөліс бір біріңмен тату бол барлықтарыңызбен танысқаныма көргеніме қуаныштымын кейбіреулеріңізді бұрыннан танимын кейбіреулеріңізді енді көріп отырмын барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын осындай берекелі айда қасиетті ай ораза айт мерекесінде кездескеніме үйлеріңіз құтты болсын рахмет өте әдемі екен іші жанға сырты малға толсын бұйырса сатирик айтқан жымиса досың деген немесе бауырың жымиса күлуге қозғалса жүруге сүрінсе құлауға мұңайса жылауға ауырса өлуге дайын бол өлсе апарып көмуге дайын тұру керек сол сияқты сіз жымиып қалғанда біз күліп сіз мұңайып қалғанда жылап жібергіміз келеді сіз сәл сүрініп қалса сіздің орныңызға тосып барып құлап жібергіміз келетіндей көңіл шай болып жатыр бұл көңіл шай деген нәрсе кейіннен жоғалып баратыр қазір көңіл сұрау көңіл шай көріндік беру деген осы үш қасиет ақырын жоғалып баратыр жаңа еркеңе көңіл шай беріп жібереміз келіңдер деген кезде біздің бір ойымыз бәрінде болады ол нұржанда да болған шығар ол ой арада да бәрінде болуы мүмкін ыңғайсыз ғой енді кеше ғана бардық қой ертең тағы барған дегенде мен айттым Игошқа ол ер ағаның көңіл шайы болып тұр сол жерге барып қосылайық бірдеңесін ішіп жеп кетпейміз 100 ырыстың 99-ын тастап кетеміз де міне біреуін ғана жеп кетеміз болды сол жақта кім көңіл театрума көңіл шай беріп жатқанда неге ерекең көңілін аулап жүрегін баурап жақсылықпен жаулап саулап атқандай ақ таңдай көңілін аулап атқан көң жоқ ше өлтіріп тастадыңдар ғой мафияда қоныстарың құтты болсын Рахмет. байқұш рома Ол оның жүргеніне рахмет еді, ол ұйықтап қалады. Үйрене бер оған. өзіміз неме төрттегі барып бәрін көріп бәрімен таныстырып жұғысты болсын да баршамызға сосын бұл кісілерге ырза болатын жаңағыдай молодец қонақ айтып жатыр елде қонақ күтуден шаршамайды деп адам қонақ күткен сайын несі көбейе береді ғой жалпы адам келсе дастархандар дайын тұрады екен дайын адамдар болады өзі құдай осылай беріп жатыр екен ғой бұған оказывается былай киімдеріңе ақшаң қаяқтан тауып жатыр деп ойлайтынмын ғой менші не бизнеспен барып деп сары шалың екеуің бір жаста терең қартайыңдар өсіріп жатқан ұлын құдай қаласа қызығын көріп маткелейна бол Аумин. сендер жеткен нәрсең барғалап дұрыс сенендер де асып кететін ұрпақтан болсын құдай қаласа не боламын жаным жақсы көремін ғой баршаңызды жақсылық тілеймін бала шағаларыңыз көп болсын дендері сау болсын дастарханда тек қана жақсылыққа жайылсын барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын жақсы көремін тілек айтты де осы қайырман әбістерді бәріміз айтып отырамыз шие шие жалғыз шие қызарып басын ие күнгі
билеген шешек атпаған шие шие жалынды шие қызарып басы Асель ханым, как всегда, в своем репертуаре. Әз наурыз дейді. Бай. Алты бақанымен. Біз баланың үйінде бүгін айттамыз. Да, ішіне кіріп кетіп жесек болмайды? Міне, қыжым, міне, тоста. Ұмыт кеткенін қарсы, қазір кесеміз, балдар қыздар. Мадияр балуанға бір болса қошеметтеп қояй, құрметті ағайын, жиен салында құтты болсын. Орлек, Тараз қаласындағы Айша биби елді мекенінің тұрғыны айтулы тұмағатты сәйгүлікті шаптырып Сейітовтер отбасының мына Ұлы Нұрлыбек көкеміздің тұмағатты сәйгүліктің бел баласы, бір Нұри көкеміздің қол баласы, Орлық есімді сәйгүлікпенен осы елде міне неше бір дүбірлі тойлардың дүлдүлі болған марқұм Мейрамбек балуанның баласы, Шағалалы Шардараның мына атын шығарып неше жыл ат үстінде жүрген азамат біздің үзеңгілесіміз, марқұм Мейрамбектің баласы.